Ұлдал даңғылынан бір жерде, машина өтетін жердің тура қасында жатыр екен. И оны алдым да бірінші айқаладым. Кімдікі деді? И қасында ешкім. Я үш рет айқаладым. Және қасында ешкім болмады. Бірінші удостоверение іздедім ішін ашып. Ашып қарасам, ішінде көп ақша және бір екі карточка болған екен. Және страхование бір компанияның несі, карточкасы. Егесі табылмағандықтан оны өзімен бірге алып, және де ертең соны несімен, карточкасымен болмаса басқа да не страхование компаниясымен сол бойынша іздестіріп көрсем ба деген ой болды. Біріншіден ол маған түскен бір сынақ болды. Сол себепті оны егесіне қайтару менің міндетім болды да. Оның үстіне мен оны мысалға жарататын болсам, өзіме алып қалатын болсам, ол өмір бақи жүрегімде қалып қалатын еді. Бір күнә сияқты өзімді бір күнәлі сезініп, сондай бір әсерде болатын. Тапқан сәттен бастап, соны қайтару ниет болды. Сразу айтты бізге, мен вообще бұндай не ожидал деді. Күткен жоқ мұндайды деді. И бір қобалжу, бір күлімсіреп сондай дауыстар естілді жаңағы телефон ар жағынан. Да, мне сын позвонил, что вы мое портмоне нашли. Я вообще тут лежу, у меня все это так плохо, ужас. Просыпайтесь. Ну, там еще такая сумма. Да, сумма. Ну, у нас любопытство взяло, и мы там посмотрели на сумму. Да, там да, конечно. 75 или что-то такое насчитали. Да, и вот, ой, ну вы вообще такой человек, боже мой, я говорю, вас Всевышний прямо. Это мой братишка такой человек. Это мой братишка. Умница, прям вообще, я и удивлена, прям и растрогана, прям вообще. Бәрі маған разы болып, Алланың разылығын тілеп, сондай жақсы сөздер айтып, молодец деп мақтап, сөйтіп жатыр көп халық. Бірақ енді арасында даттайтындар да бар, мақтайтындар бар. Сүйіншісін берді, иә. Сүйіншіге 50 мың берді. 50 мыңның 20 мыңын ағама бердім. Жаңағы ағам сол көмектесті маған табуға, және бәрін сол істеді. Мен только жаңағы партменен тауып алып, егерде қайтарғаным болмаса, қалған 30 мыңнан Құран кәрім қазақша, арабша нұсқасында өте өзім жақсы көремін сол кітапты. И сол кітапты бұрыннан бері туысқандар осында бар туысқандарыма беруді ниет қылып жүргем. Туысқандарыма тараттым. Өте риза болып, қуанып, рахмет деп алғыстарын білдіріп жатыр. Бұға дейін тапқаным бір ары кетсе 1000 теңге болды. 1000 теңгені оны енді 3 рет айқаладым да, оны егесін бәрі таба алмайсың. Сондықтан ол кезде как раз өзімде қатты қысылған болатын. Сол себепті жаратқан кезім болған. Ал бұлай осындай қомақты ақшаны тауып тұрған бірінші рет. Нұрболат деген осы жігіт, егер де көшеде 500 мың теңге жоғалтсаңдар, 1 миллион теңге жоғалтсаңдар, егер Нұрболат тауып жатса, ол міндетті түрде сендерге қайтарып береді. Осында Нұрболат сияқты жігіттеріміз, Аллаға шүкір, болсын, бар бола берсін және көбейсін. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.